барлық аурудың түп қайнары адамдардың нервісінің шаршауынан, жүйкенің тозуынан болады. Көбінесе біз уайымдаймыз. Кейбір адамдар уайымшыл болады. Анау қайтер екен, мынау қайтер екен деп көп уайымға салынады. Сіз қаншалық уайымдасаңыз да, уайымдамасаңыз да сол тағдыр болады ғой. Бірақ сіздің уайымыңыз барлық ауруларға себепкер болады. Біз жақта бір үлкен қызық іс болған, бір ғұламаға айтыпты. 38 жыл түрмеде тұрған бір ағамызға. Сіз не айтасыз дегенде, жүйкені тоздырып алмасаң болды. Сол секілді мына жүйкені тоздырып алу деген адамды денсаулығынан айыру деген сөз. Сіз егер шаршап жүрсеңіз, ұйқыңыз қашып, өз уақытында ұйқыңыз келмей жүрсе, көптеген түс көру болмаса елестер мазаңызды алып жүрсе, бұл сіздің жүйкеңіздің жұқаруынан, нервіңіздің шаршауынан пайда болады. Егер нервіңіз шаршаса, барлық ауру сізге үйіліп алуы мүмкін. Сондықтан нервіні жақсы сақтау үшін ақыл кеңес керек болса, ем керек болса, біздің қазақ емханасына хабарласыңыздар.